Alhamdulillahi Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmetli cemaatul muslimin. Allah subhanahu wa ta'alaga sonsuz şükürler bolsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve durudu salavatlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soңынан жақсылық пен туралыққа ергескен солардың қатарында мына апталық сабағымызға қадам басып келген баршаңызға Алла разы болсын. Алла субханаху ва тағала алып жатқан білімдерімізді арттырсын, білімдерімізге амал қылуымызды, амалдарымыздың қабыл болуын Алла нәсіп етсін. Құрметті жамағат, біз имамы Тирмизи рахматулла алейхтің Шамаил Мухаммадия кітабын өтіп жатырмыз. Соның құрметті жамағат, біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмір сүруі, яғни өмір барысында кездескен кейбір қиыншылықтары, Пайғамбар алейхиссалам сол қиыншылықтарға сабыр еткендігі, және де Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларының кейбір көрген қиыншылықтар жайында жазылған бөлімді өтіп жатыр едік. Біз Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның Абул Хайсамның үйіне барғандығы, Саад ибн Абу Ваққастың және де Утба ибн Ғазауанның, яғни Умар разияллаху анхудың оған бұйрық беріп Басраға барған кездегі оқиғаларына, яғни хадистерді өткен сабақта айтып өттік. Бүгінгі сабағымыз сол Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өмірінен үзінділер деп айтсаңыз да болады. Жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның көрген қиыншылықтары, сахабалардың көрген қиыншылықтары жайындағы бөлімнің жалғасы. Бүгінгі бірінші хадис, құрметті жамағат, Анас разияллаху анхуден келеді. Анас разияллаху анху айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді: мен Алла субханаху ва тағаланың жолында сол уақытта, яғни Пайғамбар алейхиссалам өзінің уақытын айтып жатқандығы, бір кезеңде сондай бір қорқытылдым, ешкім ондай қорқытылған емес, қорыққан емес. Мен сол уақыттарда сондай бір қиыншылыққа жолықтым, ешкім ондай қиыншылықты көрген емес. Менің басымнан сондай 30 күн және түн өтті. 30 күн, 30 түн, яғни бір ай көлемі. Яғни өтті. Менімен Билал екеуміз үшін жиілетұғын ешбір тамақ жоқ еді. Тек қана сондай бір нәрсе, яғни тамақ бар еді, Билалдың қолтығының астында тұратындай тамақ бар еді дейді. Бұл, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның айтып жатқаны, яғни білесіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің туыстарынан, жалпы Құрайш тайпасынан, дінге дүшпандық жасаған мүшриктер болсын, дін дүшпандарынан жалпы қаншалықты қиыншылық көргендігі. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дінге шақырғаны үшін Пайғамбар алейхиссаламның, құрметті жамағат, қиыншылықтарыны басқа адам көретін болса, оған шыдай алмайды. Пайғамбар алейхиссалам, құрметті жамағат, намаз оқып тұрған кезде, яғни үстіне не бір түйенің баласының жолдасы деп айтады, яғни ішек қарын деп айтады, соларды да әпкеп төгіп тастаған уақыттар болды. Пайғамбар алейхиссаламды сахабалармен қосып, яғни шектеп қойған уақыттар да болды. Пайғамбар алейхиссалам тіпті өзінің туылып өскен жері Меккеден қуып та шығарды, яғни кетуіне мәжбүр болды. Сондай қиыншылықтарды көрді, және де сол айтып жатқан мәселе, құрметті жамағат, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жейтін ешқандай тамақ болмай қалғандығы. Бұл жерде Билал разияллаху анхудың қолтығында тұратындай деп айтып жатқаны, құрметті жамағат,
ол тамақтың аз екендігін білдіреді. Яғни, егер тамақ көп болатын болса, онда қолтыққа сыймайды. Яғни, оны көтеріп жүру керек болады, ыдысқа салу керек болады деген секілді. Ал енді қолтығына қысып жүретіндей дегені өте аз тамақ деген мәселе. Яғни, сондай жағдайда, сондай қиыншылықта өмір өткізгендігіні айтып беріп жатқандығы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, құрметті жамағат, жаңа айтқанымыздай, алдыңғы сабақтарда айтып өткендей, сахабалармен жүрген кезінде тіпті ағаштың жапырағын да жеді, ағаштың тамырларын да жеді, жағы тікенек ағаштың жемістерін де жеді. Бірақ құрметті жамағат соған сабыр етті. Яғни соған сабыр етті, соған шүкіршілік жасады. Сол үшін құрметті жамағат, адамда сабыры мен шүкірі болатын болса, онда адам жетістікке жетеді. Өйткені құрметті көпшілік, қарын қанша тоқ болса, адам соншалықты жалқау болады. Адамның қарны қаншалықты тоқ болса, адам жалқау болады. Ал енді қарны, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өткеніндей, адамның ең толтырған ыдыстарының ішіндегі ең жаманы ол өзінің қарны екендігін айтып өткен. Сол қарынды, құрметті жамағат, пайғамбар алейхиссалам үшке бөлу керектігін ескерткен. Сол үш бөлектің біреуі тамаққа, біреуі суға, біреуі ауаға бөлініп тұру керектігін ескертіп өткен. Егер сондай болатын болса, адамның, құрметті жамағат, жүрісі дұрыс болады, яғни өзі сергек жүреді, денсаулығы жақсы болады. Енді қарынды тойғызып алып тұрып, бізде қазіргі уақытта көп кездесетін жағдай, әбден, яғни қарынды тойғызып алып тұрып барып жатамыз, одан кейін, құрметті жамағат, денсаулықта нашарлай бастайды. Кейінгі хадис, құрметті жамағат, және Анас разияллаху анхуден келеді. Анас разияллаху анху айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның не ертеңсінгі, не кешкі тамағында нан мен ет екеуі бірдей болған емес дейді. Бәлкім бірі болса, екіншісі болмайтұғын еді, тек қана қашанда бір қонақ келіп қалса, яғни сондай бір жиын болып қалса, сол уақытта әлбетте нан мен ет бірге, яғни қойылатұғын келетұғын еді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі және отбасындағылар, яғни егер жеке өздері болатын болса, яғни қонақ болмаса, ондай халде ет пен нан екеуі бірдей дастарханға қойылмайтұғын, яғни дастарханда, енді ол жерде қойылмайтұғын дегені болмайтұғын деген мағынада. Екеуі бірдей болмайтұғын. Тек қана, құрметті жамағат, жаңа айтып өткеніндей, қонақ келіп қалса ғана бірге болатұғын, яғни қойылатұғын. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған, яғни ет, тек қана нан немесе тек қана ет екеуінің біреуі қана қойылатұғын, соны қазіргі кездегі кейбір адамдар сияқты осы ғана ма деп кемсітіп, яғни соны кем санамайтұғын. Яғни бұл, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уақытында қараңыз, отбасында нан мен ет екеуі бірдей, не ертеңгісінгі аста, не кешкі аста бірдей жоқ болатұғын, яғни бірдей болмайтұғын. Бізде, құрметті жамағат, біз шүкір етуіміз керек, яғни біз Аллаға сансыз мадақ айтуымыз керек, яғни дастарханымызда нан мен қоса ет күнделікті 2-3 мезгіл десе де болады, яғни дастарханымызда тұрады. Яғни ол етсіз қазіргі уақытта тамақ істемейді. Нан мен, құрметті жамағат, кейде сондай кісілер болады, яғни күліп айтып жатады, нанға нанды қосып жейміз деп айтып жатады, яғни нансыз тамақ жемейтіндер болады. Яғни бұл, құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның және бір нәрсеге көңіл бөлсеңіз болады бұл жерде, яғни қонақты құрмет қылу мәселесі келіп шығады осы жерден.
Яғни қонақ келген кезде екеуіні бірдей қоятұғын дегені қазір біздің уақытымызда да кездесіп жатады ғой. Анау жақсы тағамдарды, жақсы тағам болмаған жағдайда да анау жақсы кәмпиті болады, немесе басқа бір жеміс жидегі болады. Соларды үйде мысал үшін аналарымыз алып қояды. Енді қонақ келсе қоямыз деп алып қояды. Әшейінде бұлайша етін азырақ қылып жасап тамақты істеп жатқан болса, қонақ келген кезде етін көбірек қылып салады. Бұл құрметті жамағат, қонақтың құрметі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде, егер кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, қонағын құрмет қылсын деп ескертіп өткендігі. Яғни соны бізде де қазақ халқымызда жалпы қатты сол хадисті үйренгендігі, соған амал қылғандығы құрметті жамағат. Жаңа айтып өткеніміздей, құрт ірімшігі болсын, басқа жеміс жидегі болсын, тәттісі болсын, жеке қонақ үшін деп алып қойып қояды. Енді бұны құрметті жамағат, өткен сабақтарда да басқа уағыздарда айтып жатқанымыз, ата-бабамыз, яғни Алла разы болсын, яғни дінді соншалықты ұстанғандығы, дәстүрге сіңдіріп жібергендігі, яғни мынау аятта, мынау хадисте бар деп, яғни аят хадисті толық айтып отырмастан, бірақ күнделікті өмір сүру дәстүріне яғни сіңдіріп жіберді. Дінді құрметті жамағат, яғни хадисті, жаңағы аятты білмесе де, бірақ сол істеп жатқан ісі шариғатқа тура келетіндігі, шариғатқа сай екендігі. Яғни соны көрсеңіз болады, яғни содан үлгі алсаңыз болады. Кейінгі хадис құрметті жамағат, Науфал ибн Ияс айтады, Абдурахман ибн Ауф бізге жол серік болды дейді. Яғни бірге жүрген өте бір қандай бір жақсы жол серік еді дейді. Адамның құрметті жамағат жанындағы серігінде мақтап қоюы дұрыс екендігі. Яғни оның жақсылығын айту керектігі. Бізде әлбетте мақтау Аллаға лайық деп айтылады, бірақ пайғамбар алейхиссалам хадисі бар ғой. Адамға шүкір етпеген, яғни адамға алғыс айтпаған Аллаға шүкір ете алмайды дейді. Яғни адамға да алғысын айту керек, адамның жақсылығын білу керек, соны орны келген кезде енді шектен шығарып жіберместен, яғни мақтап оның жақсылығын айтқан дұрыс. Яғни соны құрметті жамағат айтып жатқанда, ол қандай бір жақсы жол серік, яғни серік еді. Бір күні бізбен бірге бір жерден қайтты және өзінің үйіне бізді алып барды дейді. Барған уақытта ғұсыл алды. Кейін алдымызға қайта шықты. Алдымызға үлкен бір табақта ет пен нан алып келінді. Абдурахман ибн Ауф оны көріп жылады дейді. Мен сұрадым дейді. Не үшін жылайсыз? Сонда Абдурахман ибн Ауф айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткенде, немесе өмірінде, яғни өмірінің ақырына дейін өзі немесе отбасы арпа ұнынан болған нанның өзіне қарындары тойған емес. Менің қиялым сондай болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кейін біздердің бұндай нығметтерге, яғни бұндай нығметтерге жетуіміз біздер үшін жақсы болмаса керек деп ойладым дейді. Бұл құрметті жамағат пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның көзіні көрген, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан тәлім алған сахабаның құрметті жамағат айтқан сөзі. Пайғамбар алейхиссаламмен бірге жүрді, бірге көрді. Абдурахман ибн Ауф құрметті жамағат негізі сахабалардың ішіндегі ең бай сахабалардың бірі болған. Яғни дүниесі көп болған. Сондай сахабаның өзі құрметті жамағат пайғамбар алейхиссаламды еске алып айтып жатыр. Бұл жерде құрметті жамағат бірнеше тәлім, яғни тәртіп, әдеп алсаңыз болады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабасы Абдурахман ибн Ауфтың
жол серік болған кезде, яғни адамдарға жақсы әңгімелер айтуы, оларға жақсылық жасауы, қолынан келгенше көмек беруі. Кейде бізде сондай жағдайлар болады, яғни бір жерге бару керек болатын болса, қойш ол жерге барғанда не істейсің? Немесе үлкен кісілер мен бірге, яғни жастар бірге баратын жағдай болып қалса, үлкен кісілер жұмсай береді, ары бері жүгірте береді деген сияқты сылтаулармен бармай қалатын жағдайлары. Және де құрметті жамағат, Абдурахман ибн Ауфтың барғаннан кейін ғұсыл алып шығуы, яғни тамақтанудан алдын ғұсыл алып шығуы. Бұл құрметті жамағат, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тамақтың берекесі оның алдында және кейін қолды жуу деген мәселеге, яғни хадиске келеді. Яғни сол тамақтың берекесі болу үшін дәретті болып отыру енді абзалырақ. Енді ол міндетті деп айта алмайсыз, бірақ абзалырақ. Енді бізде құрметті жамағат, ата бабамыз және бір, яғни біз дәстүрімізге қайтатын болсаңыз, ата бабамыз әрбір тамақтанудан алдын ортада, яғни бір адам бұрындары, яғни қолға су құйып шығатұғын. Тамақтан алдын бір қолға су құйып шығатұғын, тамақ жеп болғаннан кейін және бір, яғни қолға су құйып шығатұғын. Бұл құрметті жамағат, жағы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тамақтың берекесі деп айтқан хадиске келеді. Яғни соған амал еткендігі құрметті жамағат. Бұны құрметті көпшілік пайғамбар алейхиссаламның хадисі және де пайғамбар алейхиссаламның көзіні көрген, содан тәлім алған Абдурахман ибн Ауфтың жасаған амалына біздің ата бабамыз, яғни дәстүрге кіргізіп, тамақтан алдын және кейін қолға су құйғызып шығатын болғандығы. Қазіргі уақытта құрметті жамағат, қолға су құйып шықсын десе, қазір жуып келдік қой, қазір жуып ішке кірдік қой, еш нәрсе ұстаған жоқпыз ғой деп айтады. Ол құрметті жамағат, бір нәрсе ұстауда емес мәселе. Мәселе тамақтың берекесінде. Яғни қолға су құйып шығу, қолды жуу, бұл тамақтың берекелі болуына бір септігін тигізетіндігі. Және де құрметті жамағат, Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху, яғни жылаған кезде пайғамбар алейхиссаламды еске алып жылағандығы. Пайғамбар алейхиссаламды еске алғанда да өмірінде өзі немесе отбасындағылар арпа ұнының өзіне. Қараңыз, құрметті жамағат, біз қазір арпа ұнын мүлде, яғни көрмейміз. Енді бір уақыттар болды, жүгеріні, яғни ұн қылып жеген уақыттар болды. Бірақ қазіргі кезде, дәл қазіргі кезде құрметті жамағат, жүгерінің ұны немесе арпаның ұнын ешкім жеп жатқан жоқ. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірін еске алған Абдурахман ибн Ауф айтып жатыр, пайғамбар алейхиссаламның өзі немесе отбасы әхлі арпа ұнының өзінен қарны тойып нан жеген емес деп айтып өткендігі. Және де құрметті жамағат, Абдурахман ибн Ауфтың соңындағы айтқан сөзі, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кейін біздердің бұндай нығметтерге жетуіміз, осындай нығметтерге тола өмірді сүруіміз біздер үшін жақсы болмаса керек деп айтып өткендігі. Яғни оның сұрауы бар екендігі. Яғни әрбір нығметтің сұрауы бар екендігі. Бұл мәселеде құрметті жамағат, Абдурахман ибн Ауфтың Мусаб ибн Умайр разияллаху анхуды еске алған бір жағдайы бар. Яғни бір соғыста Мусаб ибн Умайр, Алла ол кісіден разы болсын, қайтыс болған кезде, яғни шахид болған кезде еске алып айтады, Мусабтың үстіндегі киімді кепендікке, яғни білесіздер, шахид болған адамның өзінің үстіндегі киіммен көміледі. Яғни сол киімді кепендік қылып үстін жапқан кезде басын жапсақ аяғы ашылып қалатын еді, аяғын жаусақ басы ашылып қалатын еді деген. Тіпті құрметті жамағат, қайтыс болған кезде кепендікке, яғни сол киіп жүрген киімнің өзі жетпегендігі. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам
сол жағдайды көргеннен кейін Мусабтың, яғни бас жағына жабыңыздар да аяқ жағына басқа нәрсені, яғни енді ол кезде негізгі жауатын құрманың жапырағы, сондай нәрселер болған ғой. Яғни сондай нәрсемен жауып жерлеңіздер деп пайғамбар алейхиссалам айтқандығы. Сонда Абдурахман ибн Ауф, құрметті жамағат, Мусаб төгін шашын, яғни тоқшылық бір уақыттарды көрген жоқ, бірақ ол жақсы өлім тапты. Біздер тоқшылық, яғни тоқшылық деп айтып жатқанның өзі, құрметті жамағат, біздердегі секілді емес. Бірақ сонда да олар соны, құрметті жамағат, тоқшылық деп айтқандығы. Яғни сондай бір өмірді сүрдік, яғни сондай бір жағдайға келдік. Бұның сұрауы қандай болады? Яғни ертең қияметте осының сұрақ жауабын қалай береміз деп айтқандығы. Енді, құрметті жамағат, Абдурахман ибн Ауф разиаллаху анху өмірінің соңында, яғни соңғы уақыттарында бір қалаларда, нелерде әкім болған. Сол кезде өткен сабақта бір айтып өттік қой. Яғни егер мен Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көріп, сол кісіден дінді үйреніп, егер мен дінде кемшілікке жол қоятын болсам, онда мен қателікке жол қоятын болсам, онда менің зиян көргенім емес пе деп айтқан сөздерін айттық қой. Яғни сол, құрметті жамағат, Мусаб Абдурахман ибн Ауф разиаллаху анху әкім болып тұрған кезінде бұл кісіге жала жабылады. Яғни бұл осындай, бұл мынандай құлшылықты жақсы орындамайды, адамдарға әділдік жасамайды, тағы сондай біраз нелер жасалады, яғни ол кісіге жала жабылады. Сонда Омар разиаллаху анху халифалық кезінде, яғни сол кісі шақырып сұраған кезде, Абдурахман ибн Ауф разиаллаху анху, я халифа, яғни амир ал-муминин, мен қалайша, яғни сондай жасаймын, яғни мен қалайша әділетсіздік жасаймын дегенді біраз сөйлесіп болғаннан кейін, Абдурахман ибн Ауф разиаллаху анху дуа ибад деп айтады ғой, қарғыс дұғасын жасайды. Яғни қарғыс дұғасын жасайды. Ей Раббым, егер кім осы нәрсені әділетсіздікпен әдейілеп жасап жатқан болса, яғни жала жабу ғой, яғни әдейілеп жала жауып жатқан болса, Алла Тағала оның өмірін ұзақ қылғын. Және оны бәлелермен, яғни бәлелентіргін. Яғни оларды сондай бір қиыншылықтарға, сондай бір ауыртпашылықтарға жолықтырғын деп Абдурахман ибн Ауф дұға қылады, қарғыс жасайды. Сонда жағы нені бастап жүрген адам, құрметті жамағат, Алла Тағала Абдурахман ибн Ауфтың дұғасыны қабыл етіп, соны бастап жүрген бір 200-ді, яғни мұнафиқ деп айтамыз ғой, 200 адам болады. Сол адам ақиқатта өмір ұзақ болады, тағыны көп қиыншылықтарға ұшырайды. Соңғы уақытында есі ауыспалы, кірмелі шығып қалды деп айтады ғой. Есі ауысып, сондай жағдайларға душар болады. Сонда адамдар жаңа кісіден сұрайды екен, неге сіз бұндай болғасыз, неге бұндай болып қалдыңыз дегенде, ол өз айтады екен, Абдурахман ибн Ауфтың дұғасы деп айтады екен. Сол үшін, құрметті жамағат, біреуге жала жабу дұрыс емес екендігі, өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар, егер кім мазлум болатын болса, яғни езілген, зиян көрген адам болатын болса, оның дұғасы қабыл екендігі. Оның дұғасымен Алланың аспанның ортасында, яғни дұғаның қабыл болу мәселесінде ешқандай перде болмайды деп пайғамбар алейхиссалам айтып өткендігі. Кейінгі хадис, құрметті жамағат, Мухаммад бин Сирин рахимахуллах айтады, бір күні біздер Абу Хурайра разиаллаху анхудың алдында отырған едік. Үстінде екі қызыл реңді киім бар еді. Олардан біріне
мұрнына қақты. Кейін айтты: қандай ғажап! Бұл күн Абу Хурайра канаф дейді, яғни матаның, қазіргі уақыттағы матаның аттары бар ғой, сол сияқты, яғни матаның аты, сол киімге мұрнын қақты. Әрбір күнін мен бір күндерде сондай бір халде өзімді көргенмін. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мінбері мен Айша разияллаху анханың үйінің, яғни бөлмесінің ортасында ессіз болып жығылып жататын едім. Өтіп жатқан адамдар келіп аяғын мойныма қоятын еді. Және олар ойлайтұғын: мені жынды болып қалды деп. Мен есе жынды болып қалғандықтан емес, аштықтан, яғни сондай халге келетін, яғни сондай аш болғаннан кейін есімнен кетіп жығылатынмын. Міне сондай халге салып қойған еді мені дейді. Яғни аштық мені сондай халге жеткізген еді дейді. Құрметті жамаат, Абу Хурайра разияллаху анхудың, яғни өміріндегі болған оқиғаны айтып жатқандығы. Абу Хурайра, құрметті жамаат, сахаба, Алла разы болсын, ең көп хадис риуаят қылған сахаба. Көпшілік риуаяттарда келтіріледі. Абу Хурайра жолда теңселіп, көшенің мына бетіне бір өтіп жүргендіктен, кішкентай балдар да Абу Хурайра жынды болып қалыпты, Абу Хурайра жынды болып қалыпты деп, кішкентай балдар мазақ қылып ойнайтын дейді. Бірақ ол жындылықтан емес, қарын аштығынан әлсірегендіктен, яғни теңселіп жүретұғын еді деп айтылады. Бірақ мына хадисті айтып жатқаны, құрметті жамаат, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мінбері мен Айша разияллаху анамыздың бөлмесі. Енді ол жерде білесіздер, жәннат бақшаларынан бір бақша деп айтылады. Умраға, хажылыққа барған кісілер білет. Яғни сол жерде бір 2 рақат намаз оқып шығады кіріп. Яғни сол жерде есімнен танып жығылатын едім деп айтқандығы. Ол да болса, құрметті жамаат, жындылықтан емес, қарын аштықтан еді деп айтады. Бұл бөлімдегі, құрметті жамаат, соңғы хадис Малик бин Динар айтады: Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ешқашан, ешбір уақытта нанға да, етке де мүбәрәк қарындары тойған емес. Тек қана отбасында қонақ келіп қалса, ол халде қонаққа жейтін және оларға құрмет көрсетілген халде, яғни сол ет пен нан қойылатұғын еді дейді. Бұл да, құрметті жамаат, жаңағы алдыңғы хадисті айтып өткенімізде, қонақтың құрметі, қонақты іззет қылып, яғни соған мүмкіндік барынша, яғни енді өзі жеп отырғаннан артығырақ нәрсені қою, қонақтың алдына ұсыну, бұл шариғатта дұрыс екендігі. Пайғамбар алейхиссалам солай жасады, сахабалар солай, соны көрген сахабалар орындады. Сондықтан бізде де сол құрметті қонаққа көрсетіп, қонақты іззет қылып, оларға мүмкіндігінше жақсы қызмет жасап жатқандығы. Яғни бұны халқымыз жақсы ұстанғандығы. Құрметті жамаат, Алла субханаху ва тағаланың соңғы елшісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір сүруі жайындағы бөлім, яғни осымен аяқталды. Жалпы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, құрметті жамаат, көп қиындықтар көрді, мүшриктерден көп азаптар шекті. Тіпті жаңағы айтылып қаншама хадистерде айтылып өткеніндей, қарны тойып бір тамақ жеген еместігі. Оның барлығы, құрметті жамаат, егер Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қаласа, Аллаға дұға етсе, Алла Тағала жеткізіп беруші еді. Немесе Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында жүрген сахабалары, жағы Абдурахман ибн Ауф, Абу Бакр, Омар, Алла ол кісілерден разы болсын, сол секілді жақсы тұратұғын, яғни жағдайлары, тұрмысы жақсы болған сахабалар бар еді.
Егер оларға айтса, олар барлық нәрсені өздері жемесе де пайғамбар алейхиссаламға алып келіп беретін еді. Жағдайын жасайтын еді. Бірақ пайғамбар алейхиссалам, құрметті жамағат, сахабалардан, яғни жалпы мұсылмандардан өзгеше болып қалмастан, немесе басқа да себептерді келтірместен, жай мұсылман секілді, яғни жай бір адам секілді өмір кешіргендігі, баршасына сабыр еткендігі, баршасына шыдағандығы, қаншама қиыншылық болса да, қандай ауыртпашылық болса да, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соған сабыр етті, барына шүкір етті, сахабалармен бірге болды. Алла субханаху ва тағала, құрметті жамағат, біздерді де сондай бір сабырлы, барға қанағат ететұғын, жоққа сабыр ететұғын пенделерден болуды Алла нәсіп етсін. Өйткені, құрметті жамағат, қазіргі таңда өте бұл нәрсе қажет болып тұрған жағдай. Яғни Аллаға шүкір, құрметті жамағат. Аллаға шүкір, біз жағдайымыз жаман емес. Күнделікті жейтін тамағымыз да бар. Бірнеше кезеңге жететұғын арттырып алып қойған ас немесе басқа да жағдайларымыз бар. Бірақ, құрметті жамағат, соның өзінде Аллаға немесе адамдарға өзінің жағдайының ауыр болып кеткендігін айтып, шағымдана беретін адамдар да болады. Қазір жағдай қиын болып кетті, нан тауып жеу, күн көру өте ауыр болып бара жатыр, анау еді, мынау еді деп тұрып, көп шағымдана беретін адамдар да бар. Құрметті жамағат, шағымдану емес, Аллаға шүкір ету керек. Өйткені Алла субханаху ва тағаланың кәламы Құран-ы Кәримде аят бар, білесіздер, егер шүкір етсеңіздер, мен арттырып беремін дегені. Яғни Аллаға шүкір деп сабырмен жүретін болса, Алла субханаху ва тағала нығметін арттырып береді. Өйткені қазақта сөз бар, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады, адамдан сұрағанның екі көзі шығады деп айтады. Алладан сұрасаңыз, құрметті жамағат, Алла тағала әйтеуір бір нәрсені себеп қылып болса да, басқа біреудің қолынан болса да, сізге жеткізеді. Сол үшін, құрметті жамағат, және бір рет қайтарып айтайық, сабыр мен шүкірді ту ету керек, Аллаға мақтау мадақ айту керек. Сонда, құрметті жамағат, біздің жағдайымыз, яғни иншалла бұдан да жақсы болады. Өйткені Алланың уәдесі, шүкір етіп жасайтын болсақ, Алла тағала бізге нығметті артырады. Алла субханаху ва тағала барша жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін, пенделікпен жіберген қата кемшіліктерімізді мағфират етсін. Алла мына алып жатқан білімдерімізді арттырып, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуыны, қабыл болған амалдарымыз арқылы бұл дүниеде де, ақыретте де дәрежеміз жоғары, мәртебеміз биік, жүзіміз жарық болуын Алла баршамызға нәсіп етсін. Алла баршаңыздан разы болсын.